Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Ұлданай қазақша рецепті. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте жұмсақ болып шығатын, топ-томпақ болып көтерілетін пончиктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін толығымен менімен бірге болыңыздар. Құрамына қосылатын барлық мөлшерлерді толығымен описаниеға қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар. Осылай топ-томпақ болып шығатын болады. Ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды қосып, және шымшым тұзымызды қосып, құрғақ дрожжымызды қосып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, араластырып, қамыр илейтін боламыз, жұмсақ қылып. Міне қамырымызды илеп алдық біз, жұмсақ болып шықты. Енді 2 сағатқа жылы жерге бетін салфанмен жауып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді 2 сағатта, әп-әдемі болып. Енді осы қамырымызды 2-ге бөліп жайып алатын боламыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді стаканның көмектерімен кесіп алатын боламыз. Менде стаканның кішкентай болғанында пончиктарым кішкентай болып шықты. Енді осының ортасын тағы да кішкентай насадканың көмегімен кесетін боламыз. Осындай насадканың көмегімен кесіп алып, тағы 15 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Майымыз міндетті түрде қызып тұрған болу керек. Менде уже пончиктарым пісіп жатыр. Осылай екі жағы қызарғанша әдемі пісіріп аламыз. Осылай бәрін пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, топ-томпақ әп-әдемі болып шығып жатыр пончиктер. Пончиктер дайын болды менде. Енді мен ганаш жасадым. Сары май мен шоколадтан. Менде шоколад альпен, екеуін ертіп алдым. Енді осылай бетін батырып жағып шығатын боламыз. Мен бетіне жаңғақ және кокос ұнтағын қолдандым. Сіздер қалаған заттарыңызбен әсемдеулеріңізге болады бетін. Қыздар, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Таңғы шайға күшті болады. Маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, және де қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.